Достар, бүгін біз тартар соусын дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі керемет болып шығады. Ең бастысы дайындалу жолы өте қарапайым, уақытты көп алмайды. Ең алдымен біз ыдысымызға 15% қаймақты саламыз. Оның үстіне майонез қосамыз. Достар, менде мына жерде майонезім кішкене азырақ болып қалды. Кейінірек үстіне тағы қостым. Толық құрамын описание бөлімде жазып кететін боламын. Мен үй жағдайында тұздалған қиярды алып, осылай турадым. Егер сіздерде үй жағдайындағы тұздалған қияр жоқ болса, магазиннен майда корнишон қиярын алып, 6 штук қоссаңыздар болады. Қиярды майда етіп, 4 пішті етіп турап шығамыз. Үлкен етіп турамайсыздар. Барлығын біркелкі етіп, майда етіп тураймыз қиярды. Қиярымызды жақсылап турап болғаннан кейін біркелкі оны біз сметана мен майонездің үстіне саламыз. Келесіде петрушканы алдым. Петрушканың керек емес жерін кесіп алып тастадым. Қалған бөлігін майда етіп турадым. Егер сіздерде петрушка жоқ болса, оның орнына укроп салсаңыздар да болады. Міндетті түрде майда етіп турап шығамыз. Үлкен болға болмайды. Бәрін майда етіп тураймыз осылай. Турап болғаннан кейін қиярдың үстіне саламыз. Салып, жақсылап араластырамыз. Және мен оның үстіне 2 тал сарымсақ, чеснокты алып қостым. Чеснокты қолмен де майда етіп турап қосуға болады. Чесногымызды қосып аламыз. Қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз чесногымызды. Достар, егерде менің каналым ұнап жатса, сіздерге лайк, тіркелу, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Жаңадан шыққан видеомды көре аласыздар. Дәміне қарай дәмін көреміз. Қиярымыз тұздалған. Егер тұз жетпесе, үстіне кішкене тұз саламыз. Араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін мен горчица қостым. Горчицаны 1 шай қасық қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын міне. Енді кішкене ыдысқа салып, столға қойға болады. Міне, өте дәмді әрі керемет шықты. Жасап көріңіздер. Бұл соусты негізінде теңіз тағамдарымен, қуырылған тауық етімен жесеңіздер болады. Ас болсын.